Баршаңа қайырлы күн, құрметті 4-ші сынып оқушылары. Бүгін сендермен ағылшын тілі кітабы бойынша 94-95 беттегі тапсырмаларды бірге орындаймыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. 30-шы жаттығу. Read and complete. Оқы және толықтыр. Then, listen and check. Берілген тексті оқып толықтырамыз, тыңдаймыз және табамыз. Kazakhstan is a country with many beautiful wild animals. One of them is the snow leopard. Snow leopards are amazing animals with white fur and black and gray spots. They live in the mountains and forests of Kazakhstan. In the past, people hunted them for their fur or cut down the trees, so they didn't have a home. But today, the people in Kazakhstan are protecting the snow leopard and its home. That's fantastic. Енді тексті аударайық. Қазақстан көптеген әдемі жабайы жануарлары бар ел. Олардың бірі қар барысы, ақ терісінде қара және сұр жолақтары бар таңғалдырарлық жануар. Олар Қазақстанның тауларында және ормандарында өмір сүреді. Соңғы уақытта адамдар олардың терісі үшін аулайтын болған, немесе адамдар ормандардағы ағаштарды кескендіктен олар үйсіз қалды. Бірақ бүгінде Қазақстандағы адамдар қар барысын және оның үйін қорғауда. Бұл керемет. Біріншісінде spots, екіншісіне mountains қоямыз, үшіншісіне fur, төртіншісіне trees қоямыз. Келесі текст оқимыз. Stonehenge is one of England's oldest monuments. It is about 5,000 years old. Stonehenge Англияның ең ежелгі ескерткіші. Оларға 5000 жыл болды. But today it is in danger. Бірақ бүгінде оларға қауіп төніп тұр. There are many roads and cars around Stonehenge, and the air pollution from the traffic damages these mysterious giant stones. Мұнда көптеген көліктер және жолдар бар. Стоунхенгтің айналасында ауаның ластануы және жол көлік қозғалысы жұмбақ алып тастарға зиянын тигізеді. Tourists must also be very careful when they visit Stonehenge. They mustn't drop litter or gym. We must all try to save this wonderful monument. Сондай-ақ Стоунхенгке келген туристер өте мұқият болуы керек. Олар қоқыс және сағыз сияқты заттар қалдырмауы керек. Біз барлығымыз осы керемет ескерткішті сақтап қалуға тырысуымыз керек. Бұл текстте 5-шісіне years қоямыз, 6-шысына danger, 7-шісіне stone, 8-шісіне later қоямыз. Келесі тапсырма exercise 31. 31-ші жаттығу. Read and complete. Оқы және толықтыр. Бұл жерде осы екі текстке қатысты сұрақ берілген, яғни сөйлем берген, соны арқарай жалғастырасыңдар. Біріншісі, snow leopards were in danger because қар барыстары қауіп үстінде тұр, себебі snow leopards were in danger because people hunted them for their fur and black and gray spots. Қар барыстарына қауіп төніп тұр, өйткені адамдар оларды терісі үшін және қара, сұр аралас жолақ түскен терісі үшін аулайды. Екіншісі,
Stonehenge is in danger because Stonehenge қауіп үстінде тұр, өйткені Stonehenge is in danger because there are many roads and the cars. Air pollution from the traffic damages these giant stones. Stonehenge қауіп үстінде тұр, өйткені мұнда көптеген жолдар және көліктер бар, және де ауаның ластануы алып тастардың бұзылуына әкеледі. Келесі бет 95-ші бетке көшеміз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Number берілген, төменде берілген сөздермен оң жақта тұрған суреттерді сәйкестендіру керек. Мысалы, үлгіде көрсетілген salt and pepper. Тұз және бұрыш и суретінде көрсетілген. Біріншісі cabbage. Қырыққабат F суретінде. Екіншісі mayonnaise. Майонез B суретінде көрсетілген. Үшіншісі mustard. Қыша немесе горчица A суретінде көрсетілген. Төртіншісі sausage. Шұжық C суретінде көрсетілген. Бесіншісі lettuce. Ладок салаты D суретінде көрсетілген. Келесі тапсырма exercise 2. Екінші жаттығуымыз read and underline. Оқимыз және қарамен жазылған сөздердің біреуін таңдаймыз, дұрысын таңдаймыз. Үлгіде көрсетілген 0. We need 2 cartons of milk. Бізге қораптағы сүт керек. Біріншісі Can you buy me a loaf of bread, please? Сен маған нан бөлкесін сатып әкеле аласың ба? Өтініш. Екіншісі There is some yogurt in the pot. Бұл жерде аздаған йогурт бар. Үшіншісі Dana ate 2 bars of chocolate. Дана шоколадтың 2 бөлшегін жеді. Төртіншісі We have to buy 5 bottles of cola for the party. Бізге коланың 5 бөтелкесін сатып алу керек кешкі сауық үшін. Бесіншісі Can I have a carton of juice, please? Мен шырынның қорабын ала аламын ба? Өтініш. Міне оқушылар, бұл екінші жаттығудың жауаптары. Келесі тапсырма exercise 3. Үшінші жаттығу read and write. Use some, any, a and n. Оқы және жаз some, any, a және n артиклін және some, anyді қолдана отырып төмендегі сөйлемдерді толықтыруымыз керек. Үлгіде көрсетілген 0. Is there any cheese in the fridge? Тоңазытқышта сыр бар ма? Біріншісі We haven't got any milk. Бізде сүт жоқ. Екіншісі Are there any biscuits in the packet? Пакетте бисквиттер бар ма? There is an egg in the fridge. Мұнда тоңазытқышта жұмыртқа бар. I have got some juice for you. Менде саған арналған шырын бар, біраз шырын бар. Бесіншісі I want a jar of jam. Мен бір банка джем қалаймын. Келесі тапсырма read and complete the sentences. Оқы және төмендегі сөйлемдерді толықтыру керек. 0. Үлгіде көрсетілген The Amazon rainforest is getting smaller. Амазон тропикалық орманы кішірейіп бара жатыр. Біріншісі Mom is cooking dinner for us. Анамыз біз үшін кешкі ас дайындап жатыр. The children are making a salad. Балалар салат дайындап жатыр. Үшіншісі Look, the koala is climbing the tree. Қара, коала
ағашқа өрмелеп бара жатыр. Төртіншісі, we are visiting the zoo with our school today. Біз бүгін мектебімізбен хайуанаттар бағына бара жатырмыз. Бесіншісі, Kanat is buying some snacks for his party. Қанат оның кеші үшін бірнеше жеңіл тағамдар сатып алып жатыр. Келесі тапсырма exercise 5, бесінші жаттығу. Complete the sentences to be true about yourself. Төмендегі сөйлемдерді өзің жайлы шындықты жаза отырып толтыру керек. Біріншісі, next week, келесі апта. I'm going to the park. Келесі апта мен паркке барайын деп жатырмын. Екіншісі, next Saturday, I'm going to the cinema. Келесі сенбіде мен киноға барайын деп жатырмын. Үшіншісі, tomorrow I'm going to the library. Ертең мен кітапханаға барайын деп жатырмын. Төртіншісі, tonight I'm reading a book. Түнде мен кітап оқиын деп жатырмын. Міне оқушылар, бүгін сендермен 94-95 беттегі барлық жаттығуларды бірге орындадық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Келесі болатын жаңа сабақтарды бірінші болып көретін боласың. Назарыңа рахмет.